бізге мынаны сыйлыққа берді. Жоқ, айтайық үшін сыйлыққа берді ғой бізге. Тағы да табамыз. Бізге бүгін мынандай подарок берді. Лифтов. Бұл ненің? Апельсин ба неде? Иә, апельсин. Со вкусом апельсина. Иә. Көте ішіп көреміз, энергиямен тонусты көтереді. Күшті. Сабақ оқитындарға вообще күшті. Сосын энергетикке Алмастыруға болады? Иә, энергетикті алмастыруға болады. Зависимости бар адамдар энергетиктен, мысалы, Дези, Горилла, соған ішсе болады емес пе? Иә. Просто олар сияқты зиян емес, ол пайдалы. Зиян емес, соны қазір біз ішеміз. Гербалевтікі тоже. Иә, біздің өнім. Одан өндірістік, біздікі не прикол. Не істейміз? Біздікі кесіп Біздікі. Кстати, фильтрда біздікі коланы әппақып шығарады дейді. Бірақ жалко. Базовый айтырмыз кесімсіз. Бірақ жалко кола құйылды. Күшті осындай фильтр алсаңыздар болады. Базардан да, Магнумнан да алғанша проверенный Гербалев компаниясын алсаңыздар болады. Аиданың ойынша жылы суға ерейді. Ой, Суға ермейді. Мен ойынша ерейді. Көресің. Толтырып құйып алайық. Все, давай. Ашыңыздар, мен уже ашып көрдім. Жауап көрсең. Апельсин ішіп тұр. Кайф. Күшті сөйлейсіз. Қолмен істей беремін, өзім ішемін ғой. Таза. Мындай не ғой, таблетка сияқты. Мынандай чуть-чуть. Домалақ. Витамин сияқты. Иісі дейтін апельсин иісіне. 1, 2, 3. Тұдук. Трубочканы алып тастасам. Былай, в общем, көпіріп отыр. Ұйқылым келіп тұрса ішіп алсаң кайф. Сессияға дайындалғанда Суға да ери береді екен. менікі жылы су болды. Апельсиновый сок. Газировкасы. Иә, кстати, газированный сияқты. Күшті. Бір коробкасын алып қойсаңыздар. Біразға жетеді. Бағасын айтпай ақ қойық десең, бағасы секрет. Жекеге жазыңыздар, айтамыз. Осылай міне лимонад болады, газированный. Просто ішеміз. Дези Горилла ішкенше осыны ішіндер. Маған ұнап тұр. Витаминдерін көбейеді. Ертең тағы бірдеңке түсіреміз. Иә. Қандай продукция түсірейік деп білетін адамдай. Білетіндерін жазып кетіңіздер. Бізде еще не бар? Нобель сыйлығын алған продукция бар. Соны көрсетеміз. Та-да!